Сәлем балалар. Бүгін бізде математика 1-ші сынып 4-ші сабақ. Тақырыбымыз 2 саны мен цифры. Балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Суретке қара, қай заттар 2-2-ден екенін айт. Балалар, сөреде, яғни жарда 2 гүл ілініп тұр, тақтада 2 1 деп жазылған. Және де 2 алманың суреті тұр, ал партаға назар аударайықшы, мұғалімнің үстеліне. Ол жерде 2 қарындаш, 2 сызғыш, 2 дәптер берілген, және оң жағымыздағы 2 баланың алдарында 2 пенал тұр, осылайша 2 заттарды мен сіздерге көк түспен бояп көрсетіп қойдым. Осылай 2 деген 2 заттарды, яғни біз осылай қоршап біліп отырамыз. Енді бір қарындаш ал, тағы біреуін қос, неше болды? Екінші суретте не көрсетілген деген. Ең бірінші суретте 2 қарындаш көрсетілген, яғни 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Екінші суретте 2-ден біреуін сызып тастаған, бір қарындашты. Яғни 2-ден 1-ді азайтамыз. 2-ден 1-ді азайтатын болсақ, яғни 1 болады. Ал енді керісінше 1-ге 1-ді қосатын болсақ 2 болады, Екінші суретте азайтқан, ал бірінші суретте қосқан. Екінші тапсырма: суретте 2-2-ден берілген заттар бар ма? Қалған суреттегі заттар 2-ден болу үшін не істеу керек? Ең бірінші суретте 2 кітап берілген, көк түспен қоршап қойдым. Екінші 2 қалам берілген, үшінші 2 бояғыш берілген, Енді бұл жерде бір-бірден көрсетілген бұл қарындаш және дәптер. Бұл екеуін жаңағы қосатын болсақ, яғни 1-ге 1-ді қосатын болсақ, бір дәптер мен бір қарындашты қосатын болсақ, 2 болады, яғни 2 зат болып теңеседі. Енді үшінші тапсырма: суреттегі заттарды жұптастыр және түсіндір деген. Ең бірінші кілттің суреті берілген, оны мен сіздерге жасыл түспен кілт ашатын, яғни құлыппен бірге белгілеп қойдым, кілтті міндетті түрде біз құлыптан ашамыз. Екінші ағаш берілген, ал ағашты мен қызыл суретпен жапырақпен белгілеп қойдым, өйткені біз ағаштан жапырақтар түседі, балалар. Үшінші бұлт берілген, жаңбыр жауып жатыр, бұлттан. Ол жерде мен қол шатырды қара түспен бояп қойдым. Өйткені біздер жаңбыр жауған кезде қолымызға қол шатыр ұстаймыз, Төртінші бұл бояғыш берілген, красканы бояйтын, акварелді. Оны мен көк түспен акварелмен бірге бояп қойдым. Осылайша балалар бір-біріне теңестіріп суреттерді қай затпен сәйкес соны жұптастырасыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.